Сәлем достар, сіздермен бірге Xenotales және бүгінгі менің екінші видеоблогым басталды. Бүгін сіздермен бірге Blender бағдарламасымен алғашқы проектімді жасайтын боламын. Алғашқы проекті бізде кәдімгі кішігірім үйшік болады. Әдеттегідей достар, біз мұндағы add батырмасын басамыз және mesh батырмасына қарайтын болсақ, бізде cube және plane деп тұрады. Бізге керекті объекті бұл cube. Cube'ті біз пішінде өзгертетін боламыз. Мұнда scale деп тұрады. X жақты біз 10 деп жазамыз, Y жақты біз 10 деп жазамыз. Сонда біздегі пішін X және Y жақ бағыттары 10-да 10 болды. Енді біз Z бағытын кішірейтеміз, 0-де 5 деп жазамыз. Біздегі үйдің асты дайын. Енді біз дуалын көтеретін боламыз. Тап батырмасын басамыз және біз edit mode бетіне өтетін боламыз. Және бізде мұнда қарайтын болсақ 3 нүктеме тұрады. Бірінші бұл нүктелерді белгілеу үшін, екінші бұл кескіндемелерді белгілеу үшін, үшінші бұл біздегі беттерді белгілеу үшін керек болады. Бізге үшінші батырма керек, және біз үшінші батырманы басамыз, және I батырмасын бассақ, бізде дәл осындай шеңбер пайда болады. Біз қайтадан шеңбер создавать еттік. Сонда мен мұндағы шеңберді белгілеймін. Shift Alt батырмасын басып, мишканың сол жағын бассаңыздар, стрелканы дәл осында дәлдесеңіздер, жасаған шеңберді белгілеп алады. Және мен E батырмасын басамын, G, Z батырмасын басып, жоғары көтеремін. Біздегі үйдің пішіне шыға келді. Енді мен бұнда терезе және есік жасауым керек болады. Терезе есікті мен қалай жасаймын? Терезе есік жасау үшін мен Ctrl-R-ды басамын және мишканың ортасын бұраймын. Мишканың ортасын бұрағаннан кейін бізде кескіндеме дайын болады. Енді достар, бізде қарайтын болсаңыздар, мұнда бізде кескіндеме жасалған қисық болып тұр. Қарайтын болсақ, мұндағы кескіндеме және мұндағы кескіндеме екі жаққа қарай кетіп қалған. Жоғарысына қарайтын болсақ, нүктеме тұрады, point тұрады, то есть, Енді мұны біз individual origins деген қоямыз. Сонда біз әр сызық өзінің жағына қарай түзіленетін вариантына қойдық. Енді мұнда қарайтын болсақ, біз құралдар тақтасында scale батырмасын басамыз. Құралдар тақтасына қарайтын болсақ, scale батырмасын басамыз және біз Y бағытына қарай жылжытамыз. Дәл осылай біз жасаған сызықты турлап алдық. Енді біздің жасаған сызығымыз қисық емес. Енді мен мұндағы нүктені қайтадан орнына қоямын, median point-қа. Енді мен есік жасайтын боламын. Мұнда қарайтын болсақ, және мұнда қарайтын болсақ, бізде екі вариант тұр. Есікті мұнда жасасақ болады, X минус X жағымен, немесе X жағымен жасасақ болады, оң жағымен жасасақ болады. Бізге оң жағымен жасаған ыңғайлы, сондықтан біз есікті плюс жағымен жасайтын боламыз. I батырмасын басамыз және дәл осында есіктің сыртқы рамасын жасайтын боламыз. Міне көріп тұрғаныңыздай бізде есіктің рамасы шықты. Енді мен E батырмасын басамын және мұнда қарайтын болсақ, G батырмасын және X батырмасын және S батырмасын бассам, бізге ішке қарай тартсақ, міне біздегі жасаған граница шеңберіміз ішіне қарай кіреді. Және мен мұнда қайтадан I батырмасын басамын және ішкі шеңберді жасап шығарамын. Не үшін ішкі шеңберді жасадық деген сұрақ болатын болса, бұл ішкі шеңбер біздегі есіктің бағытын көрсетуші, дәлдеуші. Бетіндегі рамаларын немесе бетіндегі сызықтарды көрсету үшін шығарып қойдым десем де болады. Мұндағы бетті мен бір бетті белгілеймін, бірінші бетті. Мұндағы ішкі бетін белгілемеймін. Бірінші бетін белгіледім және S батырмасын жай басам. Біздегі есіктің қырын шығарып алдым және мұндағы есіктің қырын шығарып алдым. Міне достар, есікті жасап қойдым. Енді есіктегі ұстағышын қалай жасаймыз? Ол үшін мен мына кубикті уақытша алып тұрамын. Мұнда қарайтын болсақ, көздің суреті тұрады. Көздің суретін басамыз. Енді мен Shift A батырмасын басамын және mesh батырмасына қаратып, әдеттегідей пішіндерді алатын боламын. Бізге керек Shape Here. Shape Here-ді мен мишканың оң жағын басамыз және Shade Smooth деп тұрады. Shade Smooth басамыз. Сонда біздегі Shape Here-дің сегменттері көрінбей қалады. Біздегі Shape Here пішіні түзу болды, текстеу болды. Кішірейтіп аламыз осылай размерін және G, Z бағытын басамыз және мен қайтадан пішін аламын. Бұл жолы мен цилиндр аламын. Цилиндр алып R және Y бағытына бұрамын және 90 градус деп жазамын. Мендегі цилиндр бағыты 90 градусқа бұрылды. Енді мен сәл кішірейтемін, жоғарыға көтеремін. Дәл осы Here пішініне қарай текстеп реттеп аламын. Қайтадан Shade Smooth және мен достар осы екі пішінді белгілеймін және Ctrl-G батырмасын бассам, міне достар, біз есіктің ұстағышын жасадық және есіктің формуласын жасадық. Енді бізге тек қана терезе жасау керек болады. Терезені екі жақтама кесу керек болады. Ол үшін біз пішінді белгілейміз және тап батырмасын басамыз және Ctrl-R әдеттегідей кескіндемені бұраймын. Бізге бір кескіндеме емес, әдеттегідей екеу емес, бізге жолы 3 кескіндеме керек болады. 3 кескіндемені басамыз.
Енді біз мұндағы сызықтар қисық болып тұрған үшін біз бұл қисық сызықтарды турлауымыз керек болады. Ол үшін біз қайтадан point'ты басамыз, individual urgency басамыз және мұнда scale батырмасына қарайтынбыз. Біз x бағытына қарай жылжытатын боламыз. Сонда біздегі сызықтар өзінің орнына реттеліп түседі. Міне достар, біз өзіміздің сызығымызды турлап алдық. Енді бізге тек қана мұндағы астынан кескіндеме жасау керек болады. Мен қайтадан Ctrl-R-ды басамын және екеу создавать етемін. Ішіне де дәл осылай екеу создавать етемін. Енді достар, біз мұндағы сызықты жоғары көтеру үшін, екі жақтан созу үшін төбедегі поинтті өшіріп тастаймыз, медиан point қойып қоямыз. Сол кезде біздегі размер өзінің бағытына қозғалады. Егер мен сызықты мына поинтқа қойып істейтін болсам, менде ешқандай вариант болмайды, көрдіңіздер ме? Біз тек қана мұндағы қисық сызықтарды ғана турлап шығамыз, а так былай жоғары қарай көтере алмаймыз. Енді мен медиан поинтқа қоямын және жоғары көтеріп аламын. Міне біздегі терезенің диагоналдар. Енді мен мұндағы кескіндеме емес, фейзді батырмасын басам және сыртқы терезелерді, ішкі терезелерді белгілеп шығамын. Міне достар, біз терезені белгілеп шықтық және біз мына бетті және мына бетке дұрыстау рама жасауымыз керек болады. Ол үшін біз қайтадан дәл осындай бір жағын, терезенің бір жағын белгілеп аламыз, осылай екі жақтама. Енді мен E батырмасын басам, ішке қарай тартамын. Мишканың оң жағын бассақ, subdivide деп тұрады. Subdivide батырмасын бассаңыз, бізде дәл осындай крестик сияқты сызықтар пайда болады. Сонда біздегі бетті 4 бөлікке бөліп тастады. Енді мен I батырмасын бір рет емес, 2 рет басам. Сонда біздегі сызықтарды дәл осылай шеңбер қылып шығарады. Енді мен қайтадан point ауыстыру керек болады. Individual urgency-ға қоямыз қайтадан. Бұл не үшін қажет? Бұл өзінің шеңберін бір келкі текстеу шығару үшін қажет. Міне бізде енді шықты. Енді мен қайтадан individual urgency-ді алып тастаймын, median point-қа қоямын. E батырмасын басамыз, ішке тартамыз. Міне көргендеріңізде бізде терезе шықты. Достар, мұндағы қарайтын болсақ, тереземіз дұрыс көрінбей жатыр. Мен жарықтандыру студиясын сәл өзгерткім келіп тұр. Ол үшін бізде мұнда қарайтын болсақ, стрелк тұрады, shading деп шығады. Және біз shading стрелкасын бассақ, бізде viewport shading деп. Бұндағы viewport shading беті біздегі жарықтандыру модельдерінің түрін жақсы көрсету үшін ыңғайланған. Сол үшін мен осы жақтарды белгілеп аламын. Енді достар, біз үйдің төбесін жасайтын боламыз. Біз мұнда қарайтынымыз add батырмасынан және mesh батырмасынан бізге plane объектісі керек болады. Plane объектісін GZ батырмасымен көтеріп аламыз. Және мұнда қарайтын болсақ scale X және Y жағын 10-да 10 қыламыз. Сонда бізде дәл осы үйдің пішінімен бірдей болады. Енді тап батырмасын басып, ортасын кесеміз. Кескен сызықты GZ батырмасымен көтереміз. Шатырдың екі жағы жабылды. Енді біз GZ батырмасымен түсіреміз. Міне достар, көргендеріңізде біздегі үйдің шатыры дайын. Біз бүгінгі полный объектіні жасадық. Міне достар, сіздермен бірге өзімнің объектіні жасап болдым. Енді келесі видеомда осы объектіге қалай түс беру керек, қандай текстуралар беру керек және қайдан алу керектігі жайлы айтып кететін боламын. Достар, видео ұнаса лайк басып тіркеліп кетеміз және келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.